Маркетингте көптеген фрилансерлер өз услугаларын сатуды білмейді. Олардың көбісінде шаблонный резюме, мысалы SMM мамандарын алатын болсақ, оларда әдемі оформление, стористар әдемі көрсетілген, немесе видеографтар видеоларын әдемі көрсеткен, динамичный видеолар, тағы да осыған ұқсас мамандықтар өте көп. Бұл сферада көптеген кәсіпкерлер маркетингке ақша құюдан қорқады. Сол үшін сіз клиентке просто так оформлениемен көп нәрсе бере алмайсыз. Клиент сізбен 2 ай, 1 ай жұмыс істеуі мүмкін, бірақ егер сіз цифрларды көрсете алмасаңыз, ол жұмысын тоқтатады. Егер сіз видеограф болсаңыз, клиентке көрсете алуыңыз керек. Сіз жай ғана видеограф емес екеніңізді, то есть сіздің видеоларыңыз үлкен охват жинай алатын. Не жинамаса да, мысалы сіз клиентке басқаша да проблемасын шешуге көмектесе алатыныңыз. Мысалы клиент жай ғана сізге бір мынандай сценариймен келсе, сіз айта алатындай, вот на сценарий скорее всего көп охват жинамайды и көп продажа келмейді. Сол үшін оны былай өзгертуге болады деген секілді сіз айта алатын болсаңыз, сіз конкуренттердің алдында уже алдыға шығып тұрасыз. Сол сияқты сіз сторис мейкер болсаңыз, стористардың жай ғана оформлениесін емес, ол жерде сіз охваттарыңыз қанша жинайтын, олар конверсиясы қанша, ол жерде мысалы қанша адам соңғы сторисқа дейін көреді, соның барлығын көрсете білсеңіз резюмеңізде, ол да тоже үлкен плюс болады. Алда менің тегін вебинарым болады, оның тақырыбы таргетке қойған $100 қалай мен маркетинг услугаларыма 2 миллион теңге таза пайда әкелді. Егер ол туралы толығырақ білгіңіз келсе, комментарийге плюс қалдырыңыз.